1990 түгел, сосын 91 жыл, 2 жыл бір тарихтан түсіп қалған сияқты. Осының басқасында соның алғашқы қазақтардың қауының төңірегінде мен болдым. Мінекей. Киноның бір кадрына ұқсайды екен. Міне шындығында. Мына президенттің қолымен жазған түзетулер. 1990-91-ге дейін 2 жыл бойы мына кеңестік империямен шайқас болды. Шайқас, қып-қызыл шайқас. Сәлем достар, эфирде Адал Толк. Бүгінгі бағдарламада біз Қазақстан егемендігі қалай қалыптасты, жалпы елімізге президенттік басқару жүйесі қалай келді, осы сұрақтар төңірегінде талқыламақпыз. Бұл сұрақтардың жауабын біз экономика ғылымдарының докторы, профессор, бұрынғы мемлекеттік қызметкер Атамұрат Шаменовтен сұрамақпыз. Атамұрат аға, студиямызға қош келдіңіз. 1991 жыл, жалпы 20 ғасырдың соңғы 10 жылдығы елімізде біраз бір үлкен өзгерістер орын алған кезеңдер болды, иә? Сол кезеңдерде сіз мемлекеттік қызметте отырған адамсыз. Жалпы еліміздің егемендігі қалай қалыптасты? Біздің елімізге президенттік басқару жүйесі қалай келді? Осы жайында айтып берсеңіз. Енді Қазақстан тарихындағы Қазақстанның егемендігі 1991 жылдың соңынан басталады. Осыдан басталып біз тарихымызды айтамыз, осыдан бастап әңгіме жүргіземіз деген сияқты. Ал енді оған дейінгі 1990 түгел, сосын 91 жыл, 2 жыл бір тарихтан түсіп қалған сияқты. Шындығында келгенде тәуелсіздікті алудың алғы шарты, соның басындағы 2 жылдағы жұмыстардың өте маңызы бар. Қандай маңыз? Біріншіден, 1990 жылы 24 сәуір айында жоғарғы кеңестің шешіміне байланысты Қазақ Советтік Социалистік Республикасында президенттік қызмет тағайындалды. Сол қызметке жоғарғы кеңестің шешіміменен сол кездегі жоғарғы кеңестің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев президент болып сайланды. Енді ойлап қарасаңыз, кеңестік жүйе, империялық жүйенің кезінде социалистік республика, сол уақыттың өзінде осындай республикада президенттік пост белгілеп, соған қазақ азаматын қою біздің тәуелсіздігіміздің бастапқы алғышартты жұмыстарының басы болады. Президент болғаннан кейін ол баяғы ЦК-ның бірінші хатшысы емес, ол баяғы кеңестің басшысы емес, кеңес дейміз ғой, президенттік басқару. Міне осыдан басталып егемендікке жол басталды. Осының басқасында соның алғашқы қазақтардың қауының төңірегінде мен болдым. Өйткені сол президенттік институт басталысыменен, президенттік қызмет басталысыменен, мен оған дейін мына министрлер кеңесінде қызмет жасайтынмын. Сонда президенттің алғашқы бірінші көмекшісі болып, мен май айында кірістім. Енді мынау тарихи сурет, сол кезде жас кезіңіз ғой? Жас кезі, сол кезде 39 жастамын. Мінекей. Киноның бір кадрына ұқсайды екен. Міне шындығында. Осы бұл тарихи уақиға. Міне сол уақыттан бастап біз Қазақстанның егемендігі үшін, елдің бостандығы үшін қызмет жасадық. Мен осы жерде кішкене бір нәрсені былай түсіндіріп айта кетейін деп, қазіргі уақытқа байланысты. Қазір осы ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деп соғатындар көбейді. Әсіресе әлеуметтік желіде осы гулеп тұр. Бір нәрсені айта салсаң, ой, мынау ескі адамдар, ескілер деген сияқты. Жоқ. 1990-91-ге дейін 2 жыл бойы мына кеңестік империямен шайқас болды. Шайқас, қып-қызыл шайқас. Заңдық түрде, басқа түрлер деген сияқты. Сол шайқаста біз болдық. Кеңес дәуіріндегі ертең даже мынау өзіміз 91 жылға тәуелсіздік алғаннан кейін заңды түрде барлық кеңестің кезіндегі құжаттарда,
заңдарды барлығын өзгертуге тура келді. Өйткені құлады ғой. кеңес мемлекеті құлады ғой. Ондағы заң, ондағы жаңа қаулы, ондағы ешқандай нәрсе жұмыс істемейді. Сондықтан оның барлығын Қазақстанның жаңағы жағдайына келтіріп, бәрін қайтадан шығару керек. Сол уақыттан бастап, сол 90-ның, жаңа 2 жылда айтып кеттім ғой. Сол 91 мен 95-ке дейінгі жылдары елге берілген нағыз патриот, ұлтшыл азаматтар президент аппаратында жиналды. Сол жігіттер күндіз түні еңбек етті. Соның арқасында Қазақстан экономикалық жағынан шырмалған, орталықпен әбден байланысқан жағдай болды ғой. Соның барлығын Қазақстанды құлатпай, тек аздап тізерлетіп қана қиындықтан алып шығуға еңбек етті. Сол кездегі азаматтарды бүгін ескі Қазақстанның өкілі, анау-мынау деген нәрсеге мен келіспеймін. Ескі Қазақстанның адал азаматтары, ескі Қазақстанның патриоттары сол кезде қызмет жасады. Мен мынау сенің студияңа келген себебім, бұл студияның да аты адал екен. Сондықтан адал әңгіме айтайын, шындықты айтайын деп осы жерге келіп отқанымда, келісіп отқанымда осы мәселе. Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан кейін Конституция қайта жазылды, біздің заңымыз қайтадан жаңарды. Сол заңдардың шығуына, жазылуына өзіңіз тікелей атсалыстыңыз ба? Әрине, мына президенттік институт басталғаннан кейін, ол кезден президент келгеннен кейін шақырып алып ойлана бастады. Ай, мынау біз егемендікке жолға баратырмыз. Егемендігімізді аламыз. Амандық болса тәуелсіздігімізді аламыз. Біз енді кеңес дәуірі құлайды ғой. Советтік жүйе болмайды. Сонда біз қай жолмен жүреміз? Қандай мемлекет боламыз? Қандай құрылымда боламыз деген сұрақ туды сол кезде. Американың жолымен жүріп президент болып, солай бола ма? Президент басқаруында түрі бар. Или немесе мынау парламенттік мемлекет боламыз ба? Енді монархия бола алмайсың ғой. Әйтпесе мына үкімет басқаратын премьер-министрлер басқарып отыратын мемлекеттерді қазір білеміз ғой. Сондай боламыз ба? Қай жолмен жүреміз деген сұрақтар туды. Сонан енді мен тарихи жағдай ғой. 1990 жылы сол шілде айында президент мына енді жаңа республика болғаннан кейін мұнайымыз бар, басқамыз бар деген сияқты Америкаға кетті сапарға. 10-15 күндей сондай уақыт төңірегінде. Енді ондай командировка ұзақ болмайды ғой, президент 2-3 күн болады, қайтып келеді. 2 жеттей болмады. Кетер алдында көмекшілерін, кеңесшілерін, жаңағы жұмысшы топтарын жинап айтып кетті. Мен айтқан сөзді. Қандай жолмен жүреміз? Қалай болады? Енді сендер уақыттарың болға 2 жеті. Дайындап қойыңдар. Соның оғыз қайтып келді 2 жеттен кейін. Сосын енді жаңағы жұмыстың арасында сұрамаймын, анада не болды? Қандай жүйе таңдадыңыз? Қандай жүйепен таңдаймыз деп сөйлейді ол. Ешкім нәрсе бермейді. Ешкім нәрсе бере қойған жоқ. Бәрі ондай нәрсені қол қойып, ұсыныс беру деген ол оңай шаруа емес қой. Ал енді осының жұмыс тобының бастығы, онда жоспарлау комитетінің 1-ші орынбасары Дәулет Сембаев деген кісі, енді ол да ауызша былай айтып не қылғанменен де жазып берген адам баласы жоқ. Сонан біздің енді мына тәжірибе біздің аздығы, батырлығымыз, жастық батырлығымыз ғой. Соны енді көмекші есебінде ешкім жазбағасын, мен өзім жазып бердім. Өзім жаздым. Мен өзім жаздым да, мен айттым, мынау бізге сонда Американың президенттік жолын таңдау керек. Президент болып, президенттік институт болғаннан кейін сол жолды таңдау керек, сонымен жүруіміз керек. Деп, міне, сол кездегі жазған мынау тарихи құжат қой, міне. Сонда мына сіздің студияңызға алып келдім. Президенттік, Қазақстандағы президенттік басқарудың жетілдіру жолдары деген. Өзіңіз дайындадыңыз? Мен дайындаған 3 парақ қағаз. Соны президентке келгеннен кейін бердім ғой. Міне, сол мен берген қағазға мына президенттің қолымен жазған түзетулер. Мына жер, мына болса қалайды, мынау бұлай дұрыс бола ма деген сияқты өз ойын мына жерде түзетіп жазған. Бұл
Қазақстанның егемендік жолындағы өте бағалы тарихи құжаттың бірі деп есептеймін. Оны бір Оны да алғашқы жазған құжаттардың бірі деп айтсақ та болады ғой. Ау. Тәуелсіз Қазақстанны дайындалынған алғашқы құжат деп айтсақ та Алғашқы болады ғой. құжаттардың бірі. Міне. Соған байланысты, мына осы менің ұсынысыма байланысты, мына министрлер кабинеті, Собмин дейміз ғой, соның аппараты қысқарды. Собмин болмайтын болды, раз президент басқару болатын болғасын. Сол Собминнің аппаратының барыменен президенттің аппараты екеуі қосылып, бір аппарат болды. Ол 4 жылдай қызмет жасады да, жаңа айтып отқан төпеп жатқан үкіметтің КСРО-ның документтерін, басқаларын деген сияқты барлығын қайттан жасақтауға бөлімдер қызмет жасады. Ал енді алғашқы президенттік аппараттағы бөлімнің түрін қараңыз. Міне, бар болғаны неше бөлім? Мына іс басқарушы, міне, бар болғаны 5-ақ бөлім. 5 қана бөлім болды. Сол кезде мемлекеттік қызметтегі. Осы 5 бөлімнің қызметкерлері президенттік басқару жүйесін алғашқы болып Қазақстанға енгізген азаматтар осылар. Бұл тарихи, бұлардың рөлі бар. Ал сіздер қандай факторларға сүйене отырып осы президенттік басқару жүйесін таңдадыңыздар? Енді сол кезде мен айттым ғой, жұмыс тобы қосылып, соның бір кітап тауып әкелді. Бүкіл әлемде қандай президенттік басқару жүйелері бар деген сияқты. Оның енді ол ешқандай қиындығы жоқ. Экономикалық теория деген мысалы сабақ бар, пән бар, ғылым бар. Сол экономикалық теорияда әр мемлекетте қандай құрылымдар болады, мемлекет қалай құрылады деген сияқты. Оның барлығында тарихи жазылған. Оның алудың, табудың ешқандай қиындығы жоқ. Сол жерден әрине біз қарадық. Соттан, мынау біздің Қазақстанның несіне байланысты президенттік Собмин болмай, аппаратымен 2 аппарат қосылды да, бұрынғы премьер-министрдің өзі ғана қалды. Жалғыз басы қалды. Премьер-министрден жойылмады. Жалғыз өзі қалды да, бұрынғы премьер-министрдің орынбасарларының барлығын мемлекеттік кеңесші деген статус берілді. Мемлекеттік кеңесші жаңағы әр бөлімнің төңірегінде алар басқарады да, солар жаңағыдай үйлестіру жұмыстарын жасады. Ал енді сол кездегі менде де бар еді, оны алып келуге таба алмай қалдым. Сол кездегі қосылған қос аппараттың бөлім басшыларының кімдер болды деген сұрақ туады ғой. Нағыз кейін Қазақстанның тізгінін қолға алған, нағыз сол уақыттағы мемлекетшіл, ұлтшыл дейміз ғой, ұлтшылдық дегенде жақсы сөзбен айту керек. Ұлтшыл, намысшыл кісілер болды. Бір ғана бөлімді мен мысал қылып келтірейін. Мәдениет деген бөлім болды. Ал енді ол бөлімдер 30 шақты сол бөлім болды деймін. Бүкіл экономиканың, әлеуметтік саланың барлық саласын қамтитын бөлім бөліп отырды. Сіз айттыңыз ғой, қалай жаңа документ нелерді кім жасады, қалай. Сол бөлімдер отырып алды да, комбайн сияқты өздерінен өткізіп, әр саланың документтерін, одақтың документтерін жөндеп Қазақстанның ыңғайына шығарды. Бір мысал келтірейін, мәдениет бөлімі. Бөлім басшысы Әбіш Кекілбаев, 2 ғана қызметкерлер болды. Біреуі Қырымбек Көшербаев референт, біреуі Сауытбек Әбдірахманов. Бір бөлімде. Екінші бөлімде мынау 3 адам ғана еді. 3 адам. Кішкентай бөлімдер. Кейін біреу болды, мына құқық жанынан Қайырбек Сүлейменовтер болды. Кейін анау Василий Шуткин деген болды, прокурор болды. Девяткин болды, денсаулық сақтау бөлімінен. Сол сияқты әр саланың, мен экология бөлімін басқардым. Сондықтан сіз айтып отқан сұрағыңызға, экологияның саласындағы барлық документтер менің қолымнан өтті. Семей полигонының мәселелерінің бәрі менің қолымнан өтті. Арал проблемасын шешуді біз атқардық. Бүкіл әлемге танытып. Алматы қаласының ауасын тазарту мәселесімен біз айналыстық. Алғашқы посттарда бекеттерді біз қойдық деген сияқты бүкіл экологияның саласында мен қызмет еттім. Сол сияқты әр саланың төңірегінде біздің Қазақстанның белгілі азаматтары еңбек етті. Бұл тарихи мәселе. Ал енді айта кететін нәрсе, біз кезінде айтып отқан 90 жылдағы президент жоғарғы кеңеске барып, барлық келелі мәселелердің барлығын ақылдасып,
сөйлесіп, сонда президент жоғарғы кеңеске барып тұратын, есеп беріп. Кейін жоғарғы кеңес бір-екі рет таратылды, конституция өзгерілді, президент сайлаулар басқаша болды, жасыратын жоқ. Кейін супер президенттік басқаруға біз өтіп кете жаздадық. Соның белеңдері бізде бас алып кетті. Ал енді қазіргі президенттік басқаруда демократиялық жағдай бар. Ол жаңағыдай өмір бақи президент болу емес, 7 жылдық деген басқару деген сияқты. Соның төңірегінде әрине көп нәрселер басқаша болып жатыр. Енді сөзіңіз мемлекеттік қызметте біраз жыл қызмет атқарған адамсыз, дәл қазіргі билік жүйесінде қандай да бір шикіліктер, олқылықтар бар ма сіздің ойыңызша? Мемлекеттік басқару жүйесіндегі қазір біз кезінде салып берген жол, мына президенттік басқару жүйесі, сосын оның 3 тармағы барлығы Қазақстанда орын алды. Біз енді унитарлы мемлекет болсақ та, екі палаталы парламентіміз қызмет жасап та жатыр осы күнге дейін. Көптеген мәселелер шешілуде. Билік пенен үкіметтің менің ойымша қазір ең басты жасап отқан қызмет жұмыстары халықты бейбітшілік жағдайда өмір сүруге жағдай жасаулары. Қазір әлемді шарпып отқан соғыстан, басқалардан аманбыз. Сондықтан халықтың жағдайын қолынан келгенше әр этапта, әр жылдарда билік орындап келеді. Көңілге тоятын нәрсенің ең бастысы осы. Екінші, мен енді айтайын дегенім, мынау экономика жағына да мән беріп отырамыз ғой. Экономикадағы Қазақстанның жағдайы менің көңілімнен шықпайды. Қазақстандағы бүкіл мысалы шикізаттық ресурстар бізде, жер үсті, жер асты деген сияқты байлығымыз ұшан теңіз. Сол байлықты бүкіл қазақстандықтардың әрқайсысына жететін қып, соның қолдарын жеткізіп отырған бізде экономикалық саясат болмай жатыр. Мен енді осы күнге дейін мұнайдың төңірегінде айналайын шикізат болып отырмыз ғой. Баяғыда осыдан 35 жыл бұрынғы 3 мұнай өңдейтін зауыт бензин шығарады. Әлі сонымен жүрміз ғой. Сол замандарда Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялап, өзінің президентін бекітіп, өзі қайта конституциясын шығара бастаған кезеңдерде қандай қиындықтар пайда болды? Одақтың кезіндегі барлық шырмалып қалған заңменен, басқа да құжаттармен шырмалып қалған мәселелердің бәрін жеңу оңай болған жоқ. Ал енді сіз сол кезде айтып отырсыз. Сонан кейін 30 жылдан кейін де мына қасымыздағы көрші өзінің сол шырмауынан экономикалық жағынан болсын, басқа жағынан болсын деген сияқты айналасындағы көршілерін өзінің мына уысынан шығарғысы келмей отырған саясат бар ғой. Білдіңіз бе? Ал сіз сол кездегі уақытты қараңыз. Қазақтардың республикадағы құрамын қараңыз. Экономикалық жағдайын қараңыз. Сол уақытта ең ауыр жағдай болды. Сол ауыр жағдайдағы мәселенің барлығын шешкен, орындаған техникалық жағынан. Енді саяси мәселені президенттер басшылар айтады ғой. Соны орындауға келгенде аппарат жасады. Аппаратты істеген қазақтың азаматтар жасады. Сол кезеңдерде жалпы тәуелсіздікті жариялап егемен ел атануға қарсы шыққан азаматтар болды ма? Жалпы империалды билік жүйесін қолдайтын КСР-ның құрамында қала берейік деген секілді. Көп болды. Оған не себеп деп ойлайсыз? Көп болды. Мысалы, әр осындай үлкен құжаттар, келелі мәселелердің барлығы жоғарғы кеңеске салынып, сонан дауыс беру арқылы шешілетін тұғын. Сонда бергенде әр мәселе қиын болатын. Депутаттардың құрамы да айналайын бүкіл Қазақстан бола қойсын деп отқан азаматтар болған жоқ қой. Бұрынғы дәуіріміз сақталсын, сол өміріміз бола берсін деп отқан азаматтар болды. Солардың арқасында, солардың жаңағы қол көтеруінің басқасының төңірегінде бүкіл көптеген мәселелер қиындықпен шешілді. Енді айтылып жүрген мәселе тіл мәселесін айтып жүр ғой. Қандай қиындықпен, қандай дауыспен деген сияқты салынып, соның өзі қалай
Әлі күнге дейін тіл мәселесі күн тәртібінде тұр. Күн тәртібінде тұр. Иә. Орыс тілінің ықпалынан біз әлі де шыға алмай жатырмыз. Сол уақытта қазірдің өзінде 30 жылдан кейін айналайын ау. 30 жыл, 35 жылдан кейін. Сол кезде қылышынан қан тамған империялық жүйенің тұрған кезінде анадай документтің барын шығартып, заңменен кіргізіп алудың өзіне қандай қиындық болғанын білесіз ба? Міне, сол уақыттағы мен енді аппаратты айтып отырмын ғой, аппараты қызметкері болған. Сол кездегі депутаттар, сол кездегі елден шыққан азаматтардың еңбегі өте зор. Жалпы президенттік басқару жүйесінің тиімді, тиімсіз тұстары қандай деп ойлайсыз? Президенттік басқарудың тиімді жолы бұл қай мәселені шешуде бір адамның айтып, сол мәселенің дұрыс орындалып кетуіне президенттік басқару тиімді. Бірақ президенттік басқарудың кезінде теріс шешім, басқа ойдан шықпайтын нәрселердің барлығы шешімдер қабылданып кетуі қаупі зор. Зор. Ал енді парламенттік жүйеде мына таза демократиялық мәселелердің төңірегінде дауысқа салғанда, көпшілікпен еғанда бір мәселенің шешілуі не көп уақыт кетеді, ұзақтау болады, басқа болады деген сияқты. Мен сізге бір нәрсені айтып кетейін осының төңірегінде. Сол 90-шы жылдары мына көше демократиясы деген болды. Сосын сол уақыттарда мына өндірісті басқаратындар, басқалардың барлығын демократиялық принцип болды да айтты халық. Өздерің сайлап алыңдар еді деп. Сол кездегі сайлаудың кезінде мұның шет жағасын біз көрдік. Өзіне бастық сайлау үшін ру таласы болып шықты, жершілдік шықты, ұлтшылдығы шықты, басқа шықты, дау-дамай болып қырық пышақ болды халық. Сондықтан да кейінгі мына әкімдерді тағайындау не мәселелері сол тағайындау жолымен кетті. Сөйтіп бұл мәселе кішкене басылды. Бірақ кейін демократиялық жолға қайтып келіп, қазір бүкіл ауылдық әкімдердің барлығы жергілікті жерде сайланады. Аудан әкімдері де қазір көп жерде сайланып жатыр. Сондықтан әр нәрсе өзінің уақытында бет бейнесін көрсетіп, жаман жақсылығын көрсетеді, кейін еленіп келіп дұрыс жолға түседі. Қазақстанның қазіргі демократиялық жолы дұрыс жолда деп есептеймін. Дұрыс жолда. Сондықтан халық өзіне қажетті басшыларын сайлап алып жатыр. Өзінің президентіне айтар сөздерін айтып жатыр. Оны бұрынғы кезде мына интернет жүйесінің жоқ кезінде көмекшілері не айтады, соның бастықтың тыңдайтын еді ғой. Қазіргі әлеуметтік желі арқылы президент болсын, үкімет бастығы болсын, әр қазақстандық айтқан сөздерін естіп отыр, көріп отыр, біліп отыр. Сондықтан да мен айта кетейін дегенім, мына әлеуметтік желіде бұл сандырақ сөздерді көп айтпай, елдік әңгімені, халықтың әңгімесін деген сияқты соны көбірек айтып отыру керек қой. Менің жаңағы телефоным бар екен, менің аузым бар екен деп көп нәрсені айтып, жұрттың шатыстыра берудің қажеті жоқ. Мен мұна қоғамға айтайын дегенім. Түсінікті. Жалпы осы президенттік басқару жүйесі жайлы болды ғой бүгінгі тақырып. Бүгінгі билік жүйесіне, бүгінгі жаңағы басқару жүйесіне өзіңіздің бір көңіліңіздің толмайтын тұстары бар ма? Әлде бұрынғы жаңағы ең бірінші Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезеңмен салыстырған кезде енді біраз жағдай өзгерді. Сол жүйе қалу керек еді деген тұстар бар ма? Бар. Бар. Ең басты мәселе бүгінгі күні менімше мемлекеттік қызметкерлердің ортасында, жалпы халықтың ортасында орындаушылық тәртіп жасау керек. Оның орысшасы исполнительская дисциплина дейді. Әр шыққан президенттің аузынан шыққан сөздер, заңдар, қаулылар, басқа да халық үшін жасалған шешімдердің барлығы мемлекеттік деңгейдегі министрлерден бастап, ортасынан бастап, кейінгі бөлім деген сияқты қызметкерлерден орындаушылық тәртіп менің көңілімнен шықпайды. Сол кезде де әңгіме болады, президенттің аузынан керемет жақсы сөз естеді. Ауылға келгенде ол қисық болып келеді. Өйткені ауылдың әкімінің сөзі қисық, өзінің түсінігі қисық. Білдіңіз ба? Осы қазіргі жағдайларда мына жекелер көшенің жиегіндегі жерді басып алып атады. Суға батқан жерлердің жаңағы водохранның зоны дейді, ол жерлерді басып атады. Соған әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Мемлекетшілдік психология бізде аз.
Біздегі тағы кемшілік, тағы бір кемшілік. Мен енді айтып та жүрмін. Мына кәсіпкерлердің бетімен жібердік. Кәсіпкерлерді шатыстырып алдық. Кәсіпкер деген, бизнес деген ол тауар өндірушіні айту керек. Ал сауда саттық қызмет жасайтынның барлығын тауар өндіруші кәсіпкерлермен қатар қоюға болмайды. Бір. Екіншіден, бұларды тексермеу керек деп тіпті бетінен жібердік. Сондықтан тексеру керек. Халық үшін тауарыңды шығар деп сұрап тұру керек. Жаман өндірген тауарларының сапасын дұрыста деп тексеріп отыру керек. Бірақ тексерушілер келе салып, мойнын бұрайтындай жаңағы шырап салып анамын оғылу емес. Тексеруші үш ретке дейін ескертіп отыру керек. Үйретіп отыру керек. Міне, сол жол бізде жетіспейді. Түсінікті, көп рахмет сұхбатыңызға. Жалпы адал адамдардың билікте отыру жалпы халықтың тілегі деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті көрермендер, өздеріңіз бұл мәселеге қатысты қандай ойдасыздар, пікірге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ біздің арнаға жазылып, осы подкастқа лайк басуды да ұмытпаңыздар.